Біз күнделікті өмірде бағалай бермейтін бақбақ гүлі шын мәнінде тері мен шашқа қажетті пайдалы заттектерге бай. Онда мыс, мырыш, кальций, калий, марганец, темір, бор, магний минералдары мол. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Гүлдің сабағы, жапырағы, гүлдері, тамыры болсын барлық бөлігін қолдана аласыз. Сепкіл не жас ұлғая келе пайда болатын дақты кетіру үшін әлі гүл ашпаған жас бақбақтың жапырақтар мен сабағын блендерден еттартқыштан өткізу арқылы майдалаңыз. Содан соң дәкеге орап сығу қажет. Осы алынған сығындыға мақта дөңгелекшелерін алып бет терісін сүртіңіз. Құрғақ әрі босаң тартқан, қартайған тері үшін бақбақтың бірнеше дана гүлін блендермен езіп, оған табиғи йогурт, кішкене бал қосып, біркелкі масса болғанша араластырыңыз. Тазаланған бет терісіне жағып 25-30 минуттай ұстаңыз. Белгілеген уақыт өткен соң мақта дөңгелекшесімен бетті айналдыра массаж жасай отырып сүртіп тастау керек. Соңыра жылы сумен шаю жеткілікті. Теріні жарқырататын тоник, бақбақ тамырын ыдысқа салып, батып тұратындай етіп су құйып қайнатыңыз. Бір қайнаған соң оттан алып суытып сүзу қажет. Алынған сұйықтыққа қаласаңыз 2-3 тамшы шай ағашы майын қосуға болады. Табиғи тоникпен күнделікті мойын мен бетіңізді сүртіп жүрсеңіз, теріңіз күн санап жарқырай түседі. Өсімдік сабағынан бөлінетін сүттіген шырыны терідегі сүйел мен папилламаны кетіреді. Ол үшін күніне бірнеше рет жаңадан үзіп алынған сабақпен үстерінен сүртіп тұрса болғаны. Теріде пайда болған мүйізгектің үстінен бақбақ сабағымен ысқылап сүртсе, не онымен компресс жасаса, қатты тері жұмсарып, оны алып тастау оңай болады. Бақбақ гүлін шаш күтімінде қолдансаңыз, көп ұзамай түбірі бекіп, ұштануы азайып, қайызғақтан арыласыз. Шаш түбірін қатайтатын тұнба. Бір стақан қайнаған суға бір уыс өсімдік жапырағын салып, біраз уақытқа қойып қоясыз. Кешкілік осы тұнбаны езілген жапырақтармен қоса шаштың түбіріне жағып, массаж жасаңыз. Күніне 2 рет қайталасаңыз, әсері де 2 есеге арта түседі. Бақбақты диабет кезінде қолдану. Бақбақты уақтап туралған тамырын бір стақанға салып, шай секілді қайнатып ішіңіз. Күніне осылай 3-4 рет ішіп отырсаңыз, диабеттің алдын аласыз. Онкологиялық аурулар кезінде бақбақтың 100 грамм жас жапырағын тұзды суға малып, оған 50 грамм ұсақтап туралған жуа мен 25 грамм ақжелек қосып, өсімдік майымен араластырып ішіңіз. Сонда сіз түрлі онкологиялық аурудан аман қаласыз. Әлсіреп қалған кезде де пайдасы мол. Омырау безі қабынған кезде 31 грамм кептірілген бақбақты 250 миллиграмм суға бір қайнатып бұқтырып ішеді. Шөбін жылдай омырауға жаншып тартады. Көздің мүйіз қабатының қабынуына шөбінен 10 грамм, ақ гүлден 10 грамм қосып қайнатып салқындаған кезде көзді жуады.